2014 жылы ақш-тың Калифорния штатында ерекше оқиға болды. Бір видео интернетте үлкен танымалдылыққа ие болды. Онда үй мысығы баланы иттен құтқарып қалғаны көрсетілген. Бұл оқиға Тара атты мысық пен 4 жасар бала Джереми Триантафилоның өмірінде болған. Оқиға былай өрбіген: Джереми үй ауласында ойнап жүргенде, көрші үйдің үлкен иті оған шабуыл жасайды. Ит баланың аяғынан тістеп алып, құлатпақ болғанда, Тара есімді үй мысығы кенеттен пайда болып, баланы қорғап қалады. Мысық үлкен жылдамдықпен итке шабуыл жасап, оны қашуға мәжбүр етеді. Осылайша ит баланы тастап қашып кетеді, ал Тара мысық Джеремиді қорғайды. Бұл ерекше жағдай мысықтардың да өз иелеріне деген қорғаушылық сезімі бар екенін дәлелдеді. Оқиғадан кейін Джереми аздап жарақат алғанымен, оның жағдайы ауыр болған жоқ. Ол тез арада дәрігерлердің көмегін алды және жарасы тігілді. Тара мысығының батырлығы бүкіл әлемге таралып, көптеген жанкүйерлердің жүрегін жаулады. Бұл оқиға әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланып, бақ беттерінде үлкен резонанс туғызды. Көптеген адамдар мысықтардың батыл әрекетіне таң қалып, Тараны нағыз батыр деп атады. Тіпті Тараға жыл мысығы атағы беріліп, марапаттарға ие болды. Оның құрметіне бірнеше жергілікті шаралар ұйымдастырылды, ал Джереми мен оның отбасы осы батыл әрекет үшін алғыс білдірді. Бұл оқиға мысықтардың да адамдарға адал дос бола алатынын және кейбір жағдайларда олар да батырлық танытатынын көрсетті.